Мен Доманақ Нұржылқыбайқызы 2002 жылдың 24 қазанында Жамбыл облысы Қаратау қаласына дүниеге келдім. Есімімді шаңырағымызға нұр мен шапағат алып келсін деп ырымдап Ақнұр деп қойған. Жалпы, балабақша баланың болашағына бағыт беріп, қалыптастыратын қасиетті ұя ғой. Менің де сары өрпек қылық кезеңім осы аялы ұяның қабырғасында өтті. Осында құрбыларыммен қатар өстім, тіл сындырдым. Алғашқы аттаған білім ошағым қаладағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы гимназия болды. Бүгінде қатарластарымның алды болып, мақтау естісем, ол қасиетті білім ошағында талабымды ұштап, қабілетімді оята білген аяулы ұстаздардың арқасы деп білемін. Бірақ табысыма қашанда тілеулестік танытып отыратын ардақты әкем мен аяулы анамның еңбектерін еш ұмытқан емеспін. Әрбір жеткен жетістігім мен қуанышым осы ата-анамның тілеулерінің арқасында деп білемін. Әкем Төкебаев Жылқыбай спорт кешенінде жаттықтырушы, ал асыл анам Тұтқышбаева Гәку үй шаруасымен айналысады. Алға қойған мақсаттарым мен ісіме ақыл қосатын әпкем ол Тұмангүлім. Мен оқып жатқан колледждің түлегі. Әпкемнің жолын қуып, қазіргі таңда колледждің өзін-өзі басқару комитетінің басшысы болып отырмын. Білім өмірде таяныш, жолда дос, жалғыздықта жолдас, қуанышта бастаушы, қайғыда медет, күресте құрал, зұлымдықта қарсы айла, дейді емес пе хадисте. Ештеңе оқып үйренбей-ақ іс тындыруға болады дейтіндер бар. Мен ондай жандарды құптай бермеймін. Көп тыңдап, мағыналы дүниені мейлінше көңілге тоқуға тырысамын. Жаным ұнатқанда ойыма сақтаймын. Жалпы білім алу дегенді осылай түсінемін. Содан болар алдыма мақсат қойдым. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы гимназияның 9 сыныбын бітірісімен арман жетелеп Қаратау құрылыс техникалық колледжінің химия, технология және өндіріс мамандығына құжаттар тапсырдым. Тілегім қабыл болып, тағылымды тарихы бар білім ордасына студент атандым. Мектеп қабырғасында жүргеннен-ақ белсенді болдым. Осы Қаратау құрылыс техникалық колледжіне түскеннен бері белсенділігім өте күшті артты. 2019 жылдың күзінде Талас ауданы жастар ресурстық орталығының ұжымы қарымымды бағалап, көзімдегі отты байқап, өздерімен бірге бос уақытта жұмыс істеуге шақырды. Ондағы мақсат бос уақытты тиімді өткізу және қоғамға пайдасы тиетін жұмыстарды жалынды жастардың көмегімен аудан көлемінде өткізіп тұру болатын. Менің талабымнан колледж еріктілерін жұмылдырып, Талас аудандық көлемдегі қоғамды іс-шараларды ұйымдастырып, жоғары дәрежеде өткізу болатын. Ауданымыздағы іс-шаралардың, қоғамдық жұмыстардың басы қасында болып, сол жұмысты ұйымдастырушысы болу әрі мақтаныш, әрі үлкен жауапкершілік. Колледждің директоры доктор Бекманатбекұлы Мәселбеков басқарған ұжымға да алғысым шексіз. Әртүрлі іс-шаралардан жүлделі орын алып, сабаққа келгенімізде біздің жетістіктеріміз үшін қуанып, колледждің ұстаздары мен білімгерлеріне жеткізіп, ақ батасын беруде. Жаратқаннан дарыған қабілеттің барлығы адамның иелігіне жұмсалу керек деп есептеймін. Сондықтан бойымдағы күш-жігердің барлығын ел дамуына арнаймын.